Еркек еркек болса, әйел әйел болар еді. 6 жасар балам, су ішем мама, су ішем деп еді. Ана жақта бала емізіп отырған әйелім, кітап оқып отырған маған, анаған су құйып бере салшы, деді. Мен осының алдында ғана осы намыс сайтындағы әкенің беделі қалай өседі деген анау бір мақаланы оқымағанда баяғымша ұршып түрегелер едім, міз бақпадым. Естімеген кісі де есінеп, құсанып кітабымды оқи бердім. Бір кезде емшектегі баласын сілке тастап қатының жұлқынсын. Кішкентай ғана нәрсеге тұра қойсаң, бір жерің өліп кете ме деп шаптықты кеп. Үндемедім. Күн күркіреп, найзағай жарқылдап, жаңбыр сіркіреп басылған соң, ештеңе болмағандай жұмсақ қана келші дедім. Мен де мұны кішкентай нәрсе деп ойлайтынмын. Жоқ, бұл әсте кішкентай нәрсе емес екен. Отыр, сөйлесейік дедім. Бүгіннен бастап баламның жұмысына мені қолқанат қылуды тоқтат. Оның шамасы келмейтін, әке ретінде атқаратын көмектесетін жұмыстарды көрсетер мейірімнің мөлшерін өзім білемін. Ол 10 минут кешігіп су ішсе, шөлден өліп қалмайтын еді. Балаңды емізіп болған соң, жұлқынбай, бұлқынбай барып құйып бере сал. Әйтпесе өзі құйып ішетіндей қылып үйрет. Дәл осылай кете берсек, бұл балалар ертең екеумізді қол қылып дегенімен жүргізетініне көзім анық жетті. Қысқасы, сен мені құрметтетіп балаларды тәрбиелеуің керек екен. Балаларымыздың бойына қорыққаннан емес, құрметтегеннен сыйлайтындай дән егіп үлгеруіміз керек екен. Ертең үлкейгенде кішкене кезінде қорқытып басқарған амалың жүзеге аспай қалады. Сонда не амал істемексің? Міне, 6 жас. Кешіктік, сонда да ештен кеш жақсы. Балам, әкеңнің киімін жоғары көтеріп қой. Балам, әкеңнен ұят болмасын. Балам, әкеңнің аяқ киімін дұрыстап қой. Әкеңді тамаққа шақыр. Әкеңнен рұқсат сұра. Әкеңді шығарып сал. Әкең келе жатыр, үйді жинастырыңдар. Әкеңнің мазасын алма. Осындай сөздердің бір күнде кем дегенде біреу айтылып тұруы керек. Және мұны балаға істете білу керек. Ал мен күнде емес, аптасына бір рет болса да, аналарыңа рахмет айтыңдар. Аналарың ренжіп қалмасын. Аналарыңа сыйлық әперейік. Аналарыңмен ақылдасыңдар деген сөзді айтып тұруым керек. Иншалла, солай болады. Ойындағысы болмай қалса жер тепкілеп, жер тырнап жылап, екеумізді боқтап жатқан мына боқмұрын ертең басымызды қай оңға қаратар дейсің? Сен мені қазірден бастап өзіңе қолқанат, балама құл қылмай-ақ қой. Мұны тимасаң, ертең-ақ сен де менің қатарыма қосылып, келініміз бен баламыз отырған арабаға жегілген қосар аттай қосаяқтарымыз тұрған іс. Ақырып қалайын десең жүрек қабы жарылып кете ме? Түртіп қалайын десең қабаттан секіріп кете ме деп түрі күйік тартудан Құдай сақтасын. Баланы жұмсап үйрен. Ауылда өскен баламыз ғой, жұмсалғаннан жаман болған жоқпыз. Баяғыда жиреншеге біреу, қолқанатың бар ма? Дегенде ат үстінде тұрған жиренше, бар, деп 3 жастағы баласын көрсетіпті. Өйбай, мынауда қолқанат па? Депті жолдасы. Сонда жиренше жерге қамшысын тастай салып, 3 жастағы баласына, балам, қамшынды алып берші депті. Баласы домалаңдап барып, қамшыны жерден көтеріп, әкесінің қолына жеткізіпті. Сонда жиренше, қолқанат деген осы емес пе? Деген екен. Оған қарағанда одан 2 есе жастағы бала су құйып іше алмайды деген не деген сұмдық? Баяғыда демек қояйын, өз әкемді, өз ауылымды әкелерімді көрдім. Кедейін де, байын да көрдім. Қонаққа барса да бала көтеріп безілдеп, немесе шанашақтай баласына сөйтесің бе, бүйтесің бе, қане мынаны көрші деп маймылша билеп тұратындай бүгінгіде әкелерді көрген емеспін. Қайдар дейтін кісі есімде қалыпты. Шәй ішіп болып жамбастай жатқан ұсақ балаларды үстіне үймелеп алатын. Жарықтық маңғаз адам еді. Кіші әйеліне дауыстап, «Ой, мыналарды алсаңдар шәй!» деп қойып жата беретін еді.
Кіші әйелі келіп анау қара домалақтарды шалының үстінен шыбын үркіткендей қолап жіберетіні есімде. Сонда әйелі: аузың бар ғой, өзің неге айтпайсың демейді. Өйткені ол әке ғой, көкем-ау, әке ғой. Ол балаларымен тәжікелесіп, олар оны қылжақ қылып, мынау сөз ұқтыра алмай жатса, ол кезде ондай жағдай әкеге жараспайтын. Баласына әкесін сыйлата алған әйел нағыз әйел. Ол әйелдің басы баласының алдында да, жарының алдында да қадірлі боларына күмәніңіз болмасын. Алладан алар сыйы басқа әңгіме. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді бөлісе отырыңыздар.